Сәлем достар, бүгінгі видеода сізді детективтік және жұмбақтар күтеді. Егер сіз олардың кем дегенде жартысын тапсаңыз, сіз өзіңізді Шерлок Холмстан гөрі ақылдымын деп санай аласыз. Әдеттегідей, неше сұраққа жауап бергеніңізді пікірге жазып кетіңіз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Таңертең Майкл кеңсеге жұмысқа бармақ болды. Алайда автотұраққа жақындағанда көлігі жоқ екенін анықтады. Оны біреу ұрлап кетті. Полиция қызметкері оқиға орнына келгенде күзетшіден жауап алды. Ол өзінің жұмыс орнында болғанын айтты. Өкінішке орай, таңертең бір көлік тұрақтан шықпады деп мәлімдеді. Тұрақ қоршаумен қоршалған және тек күзетші ғана қақпаны аша алады. Детектив айғақтарды тыңдап, қылмыс орнын қарап шыққаннан кейін Майклдың көлігі қалай ұрланғанын білді. Майклдың көлігі қалай ұрланды? Дұрыс жауабы. Ең мұқият жандар ғана автотұрақтың жанында жүк көтергіш кранды көре алған болар. Кранды байқаған болсаңыз, шабуылшылар Майклдың көлігін оның көмегімен алып, оны ұрлап әкете алды. Егер де дұрыс жауап берсеңіз, лайк басып кетіңіз. Номер 2 сұрақ. Әлемде апокалипс орын алды және көптеген жануарлар мен өсімдіктер мутацияға ұшырап үлкен мөлшерге дейін өсе бастады. Сол кезде Майкл қала сыртында үйде болды. Ол жерден шықпаса аман қалмайтын еді. Шығу үшін 3 есік бар. Бірінші есікте оны хайуанаттар бағынан қашып кеткен үлкен 3 метрлік жолбарыс күтеді. Екінші есікте ол үлкен улы жыландарға тап болады. Үшінші есікте оны 3 метрлік өсімдік күтеді. Ол кез келген олжасын жұтып қояды. Майклға тірі қалу үшін қай есікті таңдау қажет? Дұрыс жауабы. Егер Майкл алғашқы 2 есіктің бірін таңдаса, онда тірі қалуы 2 талай. Бірақ 3-ші есікті таңдаса аман қалуға мүмкіндігі өте жоғары. Өйткені өсімдіктің мөлшеріне қарамастан олар әдеттегідей қозғала алмайды және оған жақындаған олжаны жейді. Номер 3 сұрақ. Бұл жұмбақ сіздің тапқырлығыңызды тексереді. Кішкентай стадионда 2 футбол командасы арасында матч өтті. Барлығы стадионда 8 көрермен болды. Фотограф матч басталғанға дейін бір рет суретке түсіріп, содан кейін командалардың біреуі гол соққан кезде суретке түсірді. Барлық суреттерге мұқият қарап, матч қандай есеппен аяқталғанын айтыңыз. Дұрыс жауабы. Ол сұрақты тапқыр және ең мұқият жандар таба алады. Алғашқы 5, 6 және 7 жанкүйер бір команданы қолдайды, ал қалғандары сәйкесінше басқасын қолдайды. Егер сіз әр гол соққан кезде барлық жанкүйерлердің эмоцияларын мұқият қадағаласаңыз, матч 4-4 есебімен тең аяқталды деп қорытынды жасауға болады. Номер 4 сұрақ. Ер адам полиция бөліміне қоңырау шалып, мені тонап кетті деп мәлімдеді. Оқиға орнына келген полицейлер жіпке байланған адамды тапты. Ол 2 тонаушы оның пәтеріне терезе арқылы кірді деп мәлімдеді. Құнды заттарды алып жымқырғанын толық айтты. Полиция ер адамнан қылмыскерді сипаттауды сұрады. Ол нақты ештеңе айта алмайтынын айтты. Бірақ оларда қара маскілер болды деді. Бірнеше минуттан кейін полиция жәбірленушіні қамауға алды. Неге? Неліктен? Дұрыс жауабы. Жәбірленушінің өзі полиция бөлімшесіне қоңырау шалды. Бірақ детективтер оқиға орнына келгенде жіпке байланған адамды тапты және ол полицияға қоңырау шала алмас еді. Яғни ол сақтандыру компаниясынан өтемақы алу үшін өтірік айтты. Видеоның соңына да келіп қалдық. Ұнаса лайк басыңыздар. Айтпақшы достар, бізді 91% өте көп жандар каналға жазылмай көреді екен. Сондықтан да жай ғана қызыл кнопканы басып, каналға жазылып кетіңіздер. Алда әлі талай қызықты видеолар болады. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы.